Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Есімім Гүлжан. Бүгінгі өтетін тақырып сабақтас құрмалас сөйлем және аралас құрмалас сөйлем. Сабақтас құрмалас сөйлем құрамдағы жай сөйлемдері бір-бірімен сабақтаса байланысқан құрмаластың түрі. Сабақтас құрмалас сөйлем құрамдағы алғашқы жай сөйлемнің баяндаушы тиянақсыз тұлғада келіп, екіншісіне бағына байланысады. Мысалы, Қасым төре түрегеліп, күміс қынды сапысын шешіп, Кенесарының алдына қойды. Сабақтас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдердің бірі басыңқы келіп, негізгі ойды білдіреді. Қалғандары бағыныңқы болады да, басыңқыдағы ойды айқындап, іс-әрекеттің орындалу шартын, себебін, мақсатын, мезгілін, амалын, тағы да басқалар қатынастарды білдіреді. Сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлері: шартты бағыныңқы, қарсылықты бағыныңқы, мезгіл бағыныңқы, себеп бағыныңқы, қимылсын бағыныңқы. Жасалуы: шартты бағыныңқы са, се, ған, кен, қан, кен және көсемше арқылы. Мысалы, механик келсе, кино басталады. Мұндағы келсе деген сөзде се жұрнағы арқылы шартты бағыныңқы жасалып тұр. Қарсылықты бағыныңқы: шартты рай тұлғасы есімше, көсемше а, е жұрнақтары арқылы. Мысалы, күн жылынса да қар ерімейді. Мұндағы жылынса деген сөзде са жұрнағы арқылы қарсылықты бағыныңқы. Мезгіл бағыныңқы: ақ, ғана, шылаулар, ар, ер, ыр, кезде, шақта, соң, сайын, тейін, шейін, а, е, и, қалы, келі, ғалы, келі, ып, б жұрнақтары арқылы. Мысалы, әсел сабақта болғанда біз оны көшеде күттік. Бұнда болғанда деген сөзде а жұрнағы арқылы мезгіл бағыныңқы. Себеп бағыныңқы: жасалуы ған, п, и жұрнақтары арқылы. Мысалы, қуанышым қойныма сыймай, үйден шыға жүгірдім. Мұндағы сыймай деген сөзде и жұрнағы арқылы себеп бағыныңқы. Қимылсын бағыныңқы: жасалуы а, е, и, ып, ма, ме, па, пе, ба, бе және с. Мысалы, сұрғылт тұман, дым бүркіп, барқыт, бешпент сулайды деген сөйлемде, мысалға, сулайды деген сөзде и жұрнағы арқылы қимылсын бағыныңқы жасалуда. Келесі, мақсат бағыныңқы: жасалуы үшін деп шылаулары ар, ер, ыр қосымшалары арқылы. Мысалы, істің аяғы тәтті болу үшін басы қатты болу керек. Бұнда үшін шылауы арқылы мақсат бағыныңқы сабақтас құрмалас. Аралас құрмалас сөйлем құрамындағы жай сөйлемдер бір-бірімен өзара салаласып та, сабақтасып та байланысқан құрмаластың түрі. Бүгінге тақырып осы. Назарларыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп қойыңыздар.